Сәлем достар, бүгін мен вафлидің екі түрін жасайын деп отырмын. Осы екі түрінің барлығына бір рецептпен жасаймын, бірақ жасалу жолы екі түрлі. Сізме деп жасайық, бізге керегі шекер, май, жұмыртқа, сүт және ұн. Кейбір адамдар вафли жасаған сүт қоспайды, мен бірақ сүтпен жасаймын. Ал енді кеттік. Үш жұмыртқамыздың үстіне шекеріміз саламыз. Барлығының өлшемін описанияға жазып қоямын. Оның үстіне майымызды құямыз, жайлап араластыра отырып. Жылы сүтімізді қоямыз. Осының үстіне ұнымызды салып отырамыз. Ванильный сахар қосуға болады, бірақ ванильный сахарды мен көп пайдаланбаймын негізінде. Әбден түйірші еткенше араластырып аламыз. Осылай ұн салып болғаннан кейін массамыз осындай деңгейде болады. Енді жасауға болады. Әбден ішіндегі түйіршігін бәрін кетіреміз. Енді пісіруге болады. Бүгін вафлидің екі түрін көрсетемін дедім. Біріншісі осындай өзінің арнайы құрылғымен пісіретін. Бұл бұрынғы кездің құрылғысы. Вафли пісіретін. Қазір осымен пісіреміз. Кішкене қызғаннан кейін дайын тұрған. Кішкене қызғаннан кейін бастап құйып бастаймыз. Вафлидің екінші түрін табаға жасаймыз. Алдымен табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған табаға салафанға осылай құйып аламыз да, сұйықтығымызды айналып шығамыз. Дөңгелетіп. Барғаннан кейін ауыстырамыз екінші жағына. Міне осылай салып, духовкаға кішкене қыздырып аламыз қатайғанша. Екінші вафлиміз мынадай ажурный болып шығады. Міне екі вафлиміз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.